Сәлем, достар. Мойын ауруы заманауи өмірдің ең жиі кездесетін мәселелерінің бірі. Бүгін біз мойын остеохондрозының себептерін, белгілерін және оны емдеу жолдарын қарастырамыз. Бейнемізді соңына дейін көріп, пайдалы кеңестер алыңыз. Мойын остеохондрозы деген не? Мойын остеохондрозы бұл мойын омыртқаларының арасындағы дискілердің деформациясы немесе зақымдануы. Бұл мәселе жүйке жүйесіне, қан айналымына әсер етіп, бас ауруы мен мойынның қозғалғыштығын шектейді. Себептері. Остеохондроздың негізгі себептері. Ұзақ уақыт компьютер алдында отыру. Дұрыс дене қалпын сақтамау. Омыртқаға түсетін артық салмақ. Генетикалық бейімділік. Жарақаттар мен стресс. Белгілері. Мойын остеохондрозының белгілері. Мойын аймағындағы ауырсыну және бұлшықеттердің кернеуі. Бас ауруы және айналу. Қол мен саусақтардағы ұю сезімі. Қан қысымының тұрақсыздығы. Емдеу әдістері. Остеохондрозды емдеу жолдары. Дәрі-дәрмек, ауырсынуды басатын және қабынуды азайтатын препараттар. Физиотерапия, электрофорез, лазерлік терапия, ультрадыбыс. Массаж, мойын аймағындағы қан айналымын жақсарту үшін. Жаттығулар, дәрігер ұсынған арнайы жаттығуларды орындау. Дұрыс дене қалпын сақтау, эргономикалық орындықпен жұмыс үстелін пайдаланыңыз. Алдын алу. Мойын ауруының алдын алу үшін. Күнделікті дене жаттығуларын жасаңыз. Ұзақ отырған кезде әр сағат сайын демалыс жасаңыз. Дұрыс тамақтануды ұмытпаңыз, себебі кальций мен магний омыртқаға пайдалы. Қорытынды. Мойын остеохондрозы бұл кез келген адамда болуы мүмкін мәселе. Бірақ оның алдын алып, дұрыс емдеу арқылы ауыртпалықты азайтуға болады. Егер сізге бұл видео пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Ал сіздің мойын ауруымен күрес жолдарыңыз қандай? Пікірде бөлісіңіз.